Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мәди достар. Енді бүгін видеоны бастамастан сіздерге осындай зиратты қарындасын ұсынғым келеді, өйткені бұл зиратты қарындасымыз кішкентай науқас десек те болады. Сондықтан достар, осындай қарындастарымызға көмектесіп жіберейік. Free Fire атты ойындарға ақша салғанша барынша дұғада болып, осыған 20, 30, 40, 50 теңге болсын ақша салып жіберсеңіздер өтініш. Бұл видеоны өтіп кетпеңіздер өтініш. Каспий Голдты тағы да кебек кошелек туралы мән-жай описанияда тұрады. Достар, сіздерден өтініп сұраймын, осындай зиратты қарындасымызға көмек керек. Бұл Тимур. Бүгін сіздер күткен Тимур өзінің керемет үйін көрсетпекші. Ол алдыңғы үйінен осындай үй сатып алған болады. Яғни қарапайым үй десек те болады. Алдағы уақытта жаңа үйлер қарастырам. Міне бұл Тимурдың үйі. Және Тимур өзінің Максим атты ағасы сыйлаған мотоциклді әлі күнге дейін айдап жүр. Естеріңізге сала кетсек, Максим Тимурға осындай керемет мотоцикл алып берген болатын. Және Тимур бар тапқан ақшасын осылайша өзінің ағасына машина сатып алып беруді жөн көреді. Сондықтан осы ақшаның барлығын алып Бипек автоға қарай жол тартады. Бипек автоға жеткен соң сатушылармен біраз әңгімелеседі. Бека атты сатушымен амандасып осындай машинаны қарайды. Өзінің ойындағыдай машинаны тапқан соң Тимур қатты қуанады. Және ақшасын кассерге барып төлеуді жөн көреді. Кассер ішіне 4,5 миллион аударады. Онан соң ресми түрде Тимур осы машинаны сатып алуды бастайды. Машинасын өзіне қатты ұнаған соң ағасына да ұнайды деген ойда болды. Содан соң машинаны өзінің ағасына қарай беруді жөн көріп жол тартады. Ауылға жеткен соң Тимур іште қатты қуанады. Өйткені бүгін ағасына ол осындай сыйлық жасауды көздеген болатын. Тимур ағасының үйіне жеткен соң іште қатты қуанады. Машинадан түсіп, есік алдындағы күзетшіге сәлемдеседі. Сәлемдесіп болған соң үйге кіреді. Үйге кірген соң ағасы Максим інісін көріп қатты қуанып, екеуі бір-біріне амандасады. Содан соң Тимур өзінің әкелген сыйлығын көрсетуді жөн көреді. Қатты қуанған Тимур бұл сыйлықты ағасына бұл сенікі дейді. Осы кезде Максим өз-өзіне сенбейді. Машинаның ішін қарап қатты қуанады. Тимурдың айтуымен осындай машинамен ағасының шаруа қожалығын көріп кетуді сұрайды. Қатты өтінген соң күзетші үшеуі осы шаруа қожалықты көреді. Машинадан түсіп, керемет шалғын даланың әдемі етіп көркейгенін көріп қатты қуанады. Содан соң ағасына да жарайсың, осындай марапатқа ие жансың деп мақтайды. Содан соң кеңсе ішіне қарай жөнеледі. Кеңсе іші өзгеріп, екі қатарлы болған. Ішіндегі жиһаздар өте керемет. Содан соң ағасының өтініші бойынша үйге қарай жол тартады. Тимур ағасымен шай ішіп, теледидар көріп, керемет ескі әңгімелерді еске алады. Содан соң Тимур өзінің ағасына
Аға, мен үй жаққа қарай жүрейін. Сіздің машинаңызды шын жүрекпен құттықтаймын дейді. Сол кезде Максим інісіне бар алғысын, ниетін білдіреді. Содан соң Тимур ағасын қимастықпен қоштасады. Және аманшылықта жүздескенше деп үйіне қарай жол тартады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мәди. Достар, бүгінгі біздің сериямыз осындай болды. Енді қызық болмаса сіздерден кешірім сұраймын, қателіктер болса да сіздерден кешірім сұраймын. Енді мені ең бүгінгі бағалап, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетуіңізді сұраймын.